Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін еркін тақырыпта біраз әңгіме қозғайық. Негізі айтады, уақытты басқар, әйтпесе уақыт сені басқарады дейді. Сондықтан да әр күніңізді, не істейтініңізді әр уақытта жоспарлай біліңіз, Әйтпесе қарап отырсаңыз, қалай болса солай уақыттың өтіп жатқанын байқайсыз, Уақыт өтті деген ол сіздің өміріңіз өтіп жатыр. Сондықтан да әдемі, көркем, сондай сұлу, мәнерлі өмір сүргіңіз келсе, уақытыңызды пайдалана біліңіз, өзіңіздің пайдаңызға шешіңіз. Әр күніңізді жоспарлаңыз, айыңызды жоспарлап қойыңыз. Қайда барасыз, не істейсіз? Мысалы, демалысқа шыққан кезде, отпускаға шыққан кезде сіз міндетті түрде жоспарлайсыз, осыншама шетелге шығам, осыншама күнге, немесе көлге барып демаламын, теңіздің жағалауына барып демалам, басқа мемлекетке шығамын, шетелге барам деген сияқты осындай жоспарларыңыз болады. Сол сияқты әр күніңізде де жоспарлай біліңіз. Себебі жоспармен жүрген кезде әрине сіздің уақытыңыз да үнемді болады, және де көптеген іс-әрекеттер істейтін боласыз. Әрине адамның өмірі әртүрлі болғандықтан уақытқа сыйдыра алмай жататында кездер болады, басқа қандай да бір іс-әрекеттер болуы мүмкін, басқа жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ та сіздің жоспарыңыз құрылған болатын болса, сіз сол жоспарға сай өмір сүре алатын боласыз. Әрине Алланың өз жазуы бар деп айтады, тағдыр дейді. Бірақ та жоспармен жүргенде де сіздің уақытыңыз өзіңіздің пайдасына молымен шешілетін болады. Енді алып қарайтын болсақ, кей адамдар телефонда отырады, бір жерге барады, немесе әңгіме айтады достарымен. Кей әйел азаматтарды алатын болса, күніміз қалай болса солай өтуде деген сияқты, немесе магазин аралаймыз дейді, сол сияқты күндерінің жоспарсыз өмірінің өтіп жатқанын байқамай қалады. Сондықтан да әдемі күндеріңіз көп болсын десеңіз, өміріңізді жоспарлай біліп, бақытты, бақ-дәулетті, бай-қуатты ғұмыр кешуге тырысып бағыңыз. Бір жылы мысалы сіз басқа шетелге баратын болсаңыз, келесі жылы басқа жерге барып көруіңізге болады, отпускаға шыққан кезде. Сол сияқты күндеріңізде де аптаны да жоспарлап, мысалы Алматыда тұратын болсаңыз, бір демалысыңызда Көктөбеге шығатын болсаңыз, бір демалысыңызда Медеуге баратын боласыз. Тағы бір демалысыңызда бала-шағаңызбен жақсы бір кафе, ресторанға барып демалуыңыз мүмкін, немесе ойын-сауық орталықтарына баруыңыз мүмкін, парктерге барып қыдыруларыңыз мүмкін. Міне,